Балықтар үшін тамыз айы қандай болмақ? Достар, егер сіздердің астрология бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, астында инфобокста менің телеграм, инстаграм каналдарыма ссылка бар. Сол бойынша тіркеліп, сол жақта маған жазсаңыздар болады. Және де ол жақта көптеген ақпарат бар, әр адам өзіне керектісін табады деген ойдамын, сондықтан тіркеліп алыңыздар. Енді 4-ші тамыз күні бізде жаңадан ай туатын болады. Жаңа ай туылған кезде жаңа энергия. Осы кезде вселеннаядан бір энергия бөлінеді, адамның қанаты пайда болғандай. Осы кезде адам бір нәрсені бастағысы келіп, өте энергичный болады, оптимист болады. Өйткені арыстан белгісінде болады жаңа ай. Енді сіздердің 6-шы секторларыңыз осы кезде сіздің жұмысыңызға қатты желанияңыз ашылатын болады. Өзіңіздің жұмысыңызды істеп, өзіңіздің үйіңізде жаңағы күйбең тіршілігіңізде қандай да бір реттілік жасайтын боласыздар. Мысалы, балықтар белгісі бізде хаос болып жүреді ғой өмірінде. Осы кезде сіздер өміріңізді реттегіңіз келеді, барлығын реттейтін боласыз. Және үйіңізде де сондай тазалық жүргізуіңіз мүмкін, бәрін реттеп, немесе сіз осы кезде емханаға жүгінуіңіз мүмкін, өзіңіздің бір денсаулығыңыз тексерту мақсатында профилактика ретінде жүгінуіңіз мүмкін. Жалпы жаңа ай туылған кезде сіздер өзіңіз ұнайтын, өзіңіздің ойыңыздағы қалаған жұмысыңызды табуыңыз мүмкін. Балықтар белгісі көбінесе бізде шығармашылықтың адамдары, творческий адамдар, және арыстан белгісінде туылып тұрғандықтан осы кез 2х творческий уақыт болады. Сондықтан сондай бір жұмыстар іздеуіңіз мүмкін, қосымша жұмыс іздеуіңіз мүмкін. Мысалы, сіз сурет салумен айналысуыңыз мүмкін, сондай бір курстарға баруыңыз мүмкін. Жалпы балықтар белгісіне тән нәрселермен айналысуыңыз мүмкін осы кезде. Одан кейін 5-ші күні Венера планетасы 7-ші секторларыңызға кіретін болады. Енді осы кезде сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызды анализировать ететін боласыз, ойланатын боласыз. Яғни өзіңіздің партнеріңізбен сіздің қарым-қатынасыңыз қандай минустары бар, қандай плюстары бар, салыстыратын боласыз. Осы кезде сіздің претензияңыз көбеюі мүмкін өзіңіздің партнеріңізға деген. Мынаны дұрыс жасамай жатсың, анау андай, мынау мұндай деген сияқты кішкене кірпияз болуыңыз мүмкін. Ал егер сіз басы бос бойдақ адам болсаңыз, онда осы кезде басқа адамдарды өзіңізге тартатын боласыз. Яғни тартымдылығыңыз жоғары болады бұл кезде. Барлық адамдарды өзіңізге тартасыз, противоположный полдағы адамдарды. Бірақ ол адам сізбен танысқан кезде қашып кетуі мүмкін, өйткені сіздер өте кірпияз боласыздар, дотошный дейді ғой, сондай боласыздар. Бәріне придираться етіп, жаңағыдай кейбір нәрселерін ұнатпай, кейбір қылықтарын ұнатпай, сөйтіп сіз өзіңізден қашырып алуыңыз мүмкін басқа адамдарды. Сондай минусы бар бұл аспекттің. Одан кейін 5 мен 28 аралығында Меркурий планетасы ретро қозғалысқа кіретін болады. Енді кез келген планета ретро болған кезде адам арт жаққа қайтатын болады, бұрынғы өміріне анализ жасайды, бұрынғы қателіктерін түзететін болады, бұрынғы адамдармен сөйлесетін болады. Енді бұл сіздің 7-ші секторыңызға түсіп тұрғандықтан, бұл жерде бұрынғы отношенияңыз болуы мүмкін, қарым-қатынас. Яғни сіздің бұрынғы жігітіңіз немесе қызыңыз, бұрынғы адамдар сізге қайтып келуі мүмкін, сізге қайтадан жазуы мүмкін. Сіз сол адамдармен көбірек сөйлесуіңіз мүмкін. Осы кезде сіздер өзіңіз рационалды болуыңыз керек. Тамыз айы бойы 1-нен 31-не дейін бізде негативный аспект болатын болады. Бұл Сатурн, Юпитер және Марс планетасының арасындағы квадрат аспекті. Енді квадрат деген аспект напряженный деп айтам, бірақ напряженный аспекттар жақсы жағынан адамға көмектеседі, былайша айтқанда. Өйткені каждый напряженный аспект адамдарды алдыға қарай итермелейтін болады. Қандай да бір ситуацияда напряжение болады, сол напряженияның арқасында сіздер алдыға жылжитын боласыздар. Енді бұл сіздердің 1-ші және 4-ші секторларыңызды түртетін болады. Бұл жерде сіздің тұратын жеріңізге байланысты мәселелер шешілуі мүмкін. Немесе бұл жерде сіздің көзқарасыңыз, сіздің поведениеңіз, мінез құлқыңыз өзгеруі мүмкін. Яғни сіздің өзіңіздің семьяңыздағы адамдар оны байқауы мүмкін. Яғни сіз кішкене осы кезде серьезный бола бастауыңыз мүмкін. Кейбір нәрселерге қатал қарауыңыз мүмкін. Өзіңіздің отбасыңызға кішкене қаталдау болуыңыз мүмкін. Сіздің отбасыңыз айтқан кейбір нәрселерді сіз пессимизммен қабылдауыңыз мүмкін. Яғни осы кезде сіздердің Сатурн
сіздердің бірінші секторларыңызда ғой, және ол ретро қозғалыста. Сіздің бойыңызда қандай да бір өзгерістер болып жатыр осы моментте. Яғни Сатурн планетасы бізде осы жылдың аяғына дейін ретро болады. Яғни сіздің бет әлпетіңізде, сіздің жаңағы ойыңыз, сіздің басқаларға қарым-қатынасыңыз, сіздің имиджіңізде қандай да бір өзгерістер болатын болады. Осы күнге дейін сіз мысалы өте бір сондай оптимист, ештеңкені ойламайтын сондай адам болсаңыз, сіз өзгеретін боласыз 180 градусқа, яғни көп ойланатын, серьезный адам бола бастауыңыз мүмкін. Яғни сіздің бойыңызда қандай да бір өзгерістер жүретін болады осы моментте. Ол өзгерістер жаңағы сіздің өміріңізде болып жатқан негативтардың әсерінен болуы мүмкін. Одан кейін 13 күні бізде Марс пен Юпитер планетасы бір нүктеде қосылатын болады. Ол сіздердің 4-ші секторларыңызда қосылады. Және бұл жерде Альдебаран деген жұлдыз бар, өте мощный жұлдыз. Осы жұлдыз сіздің өміріңіздегі, яғни сіздің семьяңыздағы, отбасыңыздағы, егер болса сіздің қазіргі өзіңіздің отбасыңыз, бала-шағаңыз, немесе ол сіздің әке-шешеңіз бен отбасыңыз, осы отбасыларыңызда қандай да бір мәселе бар болса, сол мәселені освещать ететін болады осы аспект. Альдебаран деген жұлдыз бұл аспандағы, түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз. Ол адам өміріндегі бір қараңғы, адамның көзі түспей жүрген, адам өзі сезбей жүрген, көп көңіл аудармай жүрген жерлерін жарық қылып көрсететін болады адамға. Сол проблеманы сіздің бетіңізге көрсетеді, былайша айтқанда. Сол проблеманы сіз шешетін боласыз. Ол проблема сіздерде сөйлесу арқылы шешілетін болады. Ұрыс керіспен емес, именно сөйлесу арқылы, жақсылап отырып сөйлесіп шешетін мәселе бұл. Одан кейін 19 күні ай толатын болады. Ай толған кезде кульминация деп айтам. Адам осы кезде өзінің рутинасынан, күнделікті күйбең тіршілігінен, өзінің иллюзиясынан шығып, өзінің өміріне шетінен, төбесінен қарай алады, қандай да бір анализ жасай алады, шешімдер қабылдай алады. Бірақ осы 19 күні барлық планеталар бір-біріне қарама-қарсы тұрады, яғни олардың энергиясы напряженный болады. Сондықтан осы кезде адамдар қатты эмоциональный болады, эмоционировать етеді. Сіздерге әсіресе айдың толуы, туылуы әсер етеді, өйткені сіздер водный стихияға жатасыздар. Ай планетасы бізде водный стихияға жатады. Сондықтан балықтарға, шаяндарға, саршаяндарға өте қатты әсер етеді. Осы күні қандай да бір өзгерістер жасамауға тырысыңыздар. Өзіңіздің шешімдеріңізді 22-24 күнге қалдырсаңыздар болады. Сол кезде бізде гармоничный бисекстиль деген аспект болады. Яғни сол кезде өзіңіздің қандай да бір шешімдеріңізді қабылдаңыздар. Бұл ай толған кезде сіздер іштей еркіндік сезімін қалауыңыз мүмкін. Сіздерде андай сезім болуы мүмкін да, бір жерде шырмалып қалғандай, бір жерде тоқтап қалғандай, бір жерде тұрып қалғандай, жүрмей қалғандай, бір застой сияқты бір сезім келуі мүмкін. Сіздер осы күні бір атылып бір нәрсе жасағыңыз кеп, бір шешім қабылдағыңыз келетіндей бір сезім болады сіздерде. Бірақ та жаңағы айтқандай 22-24 күнге қалдырыңыздар, өйткені эмоцияның барысында қабылдануы мүмкін қандай да бір шешімдер. Енді сіздер үшін осы айда 7-ші сектор маңызды болып тұр ғой, жаңағы қарым-қатынас, отбасы мәселесі. Сондықтан сіздің жаңағы отбасыңыздағы адам, мүмкін абьюзер, тиран адам болуы мүмкін. Сол адам сіздің мүмкін бір шектеуі мүмкін, сізді қандай да бір сөздерімен, өзінің бір ісімен, қылықтарымен сондай бір сезім келеді сіздерге. Соны сіз шешкіңіз келуі мүмкін осы кезде. Бірақ сол 22-сінен кейін шешуге тырысыңыздар. Одан кейін 25-нен бастап бізде үлкен тригон деген аспект болады. Бұл гармоничный аспект, және бұл аспектқа өте мощный планеталар қатысатын болады. Плутон, Уран және Венера планетасы. Бұл жерде сіздің қарым-қатынасқа байланысты өзіңіздің жағыңызға шешетін боласыз, жақсы жағынан шешіледі. Одан кейін жаңағы оқу мәселесі, бір жерге бару, сапарлар, жұмыс бойынша сапарлар шығу қалуы мүмкін осы кезде. Одан кейін жаңағы онлайн жұмыстарға көңіл бөлсеңіздер болады. Онлайн жұмыс, осы кезде сіздің бір қандай бір армандарыңыз орындалуы мүмкін. Сол онлайн сфераға көбірек көңіл бөлсеңіздер болады. Егер сіз онлайнда істейтін адам болсаңыз,
сол жағында сіздерде көбірек мүмкіндіктер болады. Жалпы тригон аспекті бұл мүмкіндіктер аспекті. Сондықтан осы жерде сіздерде көптеген мүмкіндіктер болады. Осы сфераларда қарым-қатынас сферасын жөндеуге, жаңағы онлайн сферада жұмыс істейтін болсаңыз, онлайн сфераға, одан кейін жаңағы оқу, білім алу сферасына көбірек көңіл бөлсеңіздер болады. Яғни сол сферада бір қандай да бір нәтижеге жете аласыздар. Одан кейін 28 күні Нептун мен Венера бір-біріне қарама-қарсы тұратын болады. Енді бұл жерде сіздің 7-ші және 1-ші секторларыңыз әрекетке түсетін болады. Бәлкім сіздерде қандай да бір иллюзия болуы мүмкін, сіздің қарым-қатынасыңызға байланысты. Сіздерде партнерларыңызбен спорлар сіздің иллюзияңызға байланысты болуы мүмкін. Яғни сіз осы күнге дейін розовый очки киіп жүруіңіз мүмкін, өзіңіздің қарым-қатынасыңызға немесе сіздің басқа адамға қарым-қатынасына дұрыс қарамай жүрсіз, иллюзиямен қарап жүрсіз. Мүмкін сіз тиран шығарсыз, мүмкін сіз абьюзер шығарсыз, сіздің бетіңізге сондай нәрсені басуы мүмкін осы кезде. Яғни басқа адамдар сізбен әрекеттескен кезде, сізбен сөйлескен кезде қандай да бір өзінің недовольстволарын сіздің бетіңізге айтуы мүмкін. Бірақ әрине сіздер онымен келіспейсіздер. Сіздерде өйткені розовый очки, сіздер өзіңіздің дұрыс деп ойлайтын боласыздар осы кезде. Өйткені әр адамның өзінің шындығы бар, өзінің реальности бар. Сіздердің реальностьтарыңыз осы кезде басқа болады. Сондықтан міндетті түрде очкиларыңызды шешіп, өздеріңіздің қарым-қатынасыңызда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, соны анықтауларыңыз керек. Оны анықтау енді оңай болады деп айтпаймын. Сондықтан талпынып көріңіздер. Міне балықтар, сіздерге арналған тамыз айына астрологиялық жұлдызнамам осындай. Жұлдыздардың, планеталардың қозғалысын өзімізге тек жақсы жағынан пайдаланайық. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.